Қайырлы күн, менің есімім Манель. Мен өздеріңізбен тағы да корпоративті КМФ демеу қорының қолдауымен және Мост бизнес инкубаторы ынтымақтастығының нәтижесінде ұйымдастырылған Финбос курсында жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Жарайсыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз банк жүйесі. Қазақстанның банк жүйесі басқа елдердегі сияқты екі деңгейлі. Бірінші деңгейдегі банк жүйесіне Қазақстан Республикасының ұлттық банк жатады. Ол еліміздің орталық банк саналады. Басқа мемлекеттерде де бірінші деңгейлі банктерді орталық банк деп атайды. Ал коммерциялық банктер жүйенің екінші деңгейіне қарайды. Ұлттық банк болса, қаржы нарығы мен қаржы мекемелерінің жұмысын реттеп, қадағалаумен айналысады. Ұлттық банк мемлекеттің ақша несие саясатын әзірлеуді және жүзеге асыруды қамтамасыз ететін төлем жүйесінің жұмыс істеуін, валюталық реттеу мен бақылауды, мемлекеттік реттеуді және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын қадағалауды қамтамасыз ететін мемлекеттік орган болып табылады. Коммерциялық банк кредиттік мекеме, заңды және жеке тұлғаларға банк операцияларын жүргізеді. Коммерциялық банктердің негізгі мақсаты пайда табу. Халықтың басым көпшілігі көбінесе осы коммерциялық банктерге жүгінеді. Бұл қаржы институттары заңды және жеке тұлғаларға қызмет көрсетеді. Коммерциялық банктердің қандай қызмет көрсететінін кім айтып береді? Валюта айырбастау, бағалы заттар сақтайды, депозиттер қабылдайды, банктік аударымдар жасайды. Дұрыс айтасыздар, банктік аударымдар жасайды. Ал сол банктік аударымдар не үшін қажет? Мәселен, сіз басқа қалаға барғанда ақшаңыз бітіп қалды делік. Анаңыз сізге сол үшін жол жүріп, ақша кеп бермейді ғой, немесе компаниялар бір-біріне қаражат аударғанда екі ортада сабылып жүрмейді. Барлығы да осы банк аударымын жасайды. Ал ол үшін банк өзінің комиссиясын алады. Аударымды карточка арқылы жасауға да болады ғой. Яванысы карточкамен де салуға болады. Банк карточкасы дегеніміз не? Банктік карточка бұл саған тиесілі ақшаны пластикалық растау есепшоты. Сіздер төлем немесе бір-біріңізге карточкадан карточкаға аударымдар жасағанда, банк алдымен сұраныс тастап, есепшотты ақшаның бар жоғын тексеріп алады. Егер қаржы жеткілікті деңгейде болса, операция 1-2 минуттың ішінде жүзеге асады. Қазір тіпті 6 жастағы баланың карточкасы бар. Оған таңғалуға болмайды. Карточка не себепті ыңғайлы? Ол арқылы қанша ақша барын білуге болады. Жарайсыңдар? Қағаз ақшаны алып жүрудің қажеті жоқ. Егер сенен карточкаңды ұрлап кетсе, бұғаттап тастайсың. Ал қолма-қол ақшаңды ұрлап кетсе, мүлдем таба алмайсың. Банк карточкасы сіздерді өздеріңізді басқаруға үйретеді екен. Барлығын жақсы біліп отырсыздар. Банк тағы қандай қызметтер ұсынады? Кім айтып бере алады? Банк дегенде алдымен не есімізге түседі? Несие. Несие дегеніміз не? Бұл банктен қарызға алынған ақша. Несие бұл несие берушінің банктың қарыз алушыға, компанияларға немесе жеке тұлғаға белгілі бір мерзімге, белгілі бір пайызбен беретін ақшасы. Оның айырмашылығы неге үлкен білесіздер ме? Банктер несиені 10, 12, 15 тіпті 20% береді. Ал депозиттік мөлшерлеме ставкасы төмен, 4,16 ары кеткенде 10% болады. Сол 10% банкке түсетін табыс. Қалай ойлайсыздар, адамдар не үшін несие алады? Олар артық ақшаны жинай алмайды. Негізінен адамдар несиені ірі зат сатып алуға алады. Оған ақшасын жеткізе алмауы мүмкін. Мәселен, автокөлік, үй немесе шетелде оқып жүрген баласының оқу ақысын төлеуге жұмсайды. Сондай-ақ басқа мақсаттарда да алады. Смартфон алуға немесе саяхатқа шығуға да несие рәсімдеп жатады. Бірақ несие алардан бұрын қарызыңды төлей алатындығыңа көз жеткізуің керек. Егер оң мен солыңды әбден саралап, еліктен өткізбесең болмайды. Мысалы, сіз iPhone 13 алғыңыз келеді. Оның несиесін төлей алған жағдайдың өзінде, оның отбасына қаншалықты пайдасы бар деген сауал тастап көріңіз өзіңізге. Егер сіз оның орнына компьютер болмаса, планшет алсаңыз, оны үйдегі бірнеше адам қолдана алады.
Елдің бәрін iPhone 13-ті ұстады екен деп, сен де оның соңына түсудің қажеті жоқ. Сіз несие төлегенде басты қарыздан бөлек несиенің пайызын қайтаруды ұмытпағайсыз. Оның өзі кез келген уақытта емес банк берген кестемен төлейсіз. Ал банкке бәрібір сен төлей алмасаң, ол сол жолы шаман келе ма, келмей ма сұрамайды. Егер шартты орындамасаң, өсімақысы көбейіп кетеді. Одан кейін банк оны да төлеуге мәжбүрлейді. Несиенің кепілдік және кепілсіз түрі болады. Кепілді несие дегеніміз атайып тұрғанда кепілдік арқылы беріледі. Кепілді несие бұл қарыз алушының өтімді мүлкімен қамтамасыз етілген несие. Шарт бойынша мұндай қарыз алушы пәтер, автокөлік, зергерлік бұйымдар, жер телімі сияқты мүлкін кепілге қойып несие алады. Егер үйді кепілдікке қойып несие алсаңыз, қарызды төлеп біткенше үй банктың атында тұрады. Несие төлей алмаған жағдайда баспана банктың игілігіне өтіп, содан кейін оны сатуға қойып ақшасын қайтарады. Ал кепілсіз несие тұтынушылық мақсатқа беріледі. Мәселен, жаңа атап өткен телефон, саяхат тағы да басқа қажеттілікті өтеуге арналады. Кепілсіз несиені берерде банктер өтініш берушілердің төлем қабілетіне қарайды. Оған ешқандай кепіл сұрамайды. Оның ең тиімді жағы керек, қаражатты жылдан беретіні. Бірақ мұнда несиенің мөлшерлемесі жоғары болады. Сұраған қаражатыңыздың көлемі көп болса, ол кепілдік несиеге жатады. Яғни банк өзінің ақшасының қайтарып алатынына сенімді болғанда ғана несие рәсімдеуді мақұлдайды. Тәуекел артқан сайын пайыздық мөлшерлеме де жоғары болады. Экономикалық әлемнің талабы осындай қатал болып келеді. Тіпті несиені төлей алмаған күннің өзінде банк қарызын қайтарудың жолын табады. Сіз басты төлеммен пайыздан басқа осының бәрін төлеуге керексіз. Егер бұл міндеттемелерді орындамасаңыз, несие тарихыңыз бұзылады. Несие тарихы дұрыс болуы әрбір адам үшін маңызды. Кейбір мекемелер жұмысқа аларда міндетті түрде келген адамның несие тарихын тексереді. Бұл арқылы азаматтың өз міндетіне қандай жауапкершілікпен қарайтынын бағамдайды. Депозит дегеніміз не? Депозит дегеніміз ақшаны банкке сақтауға қою. Ол жерде оған пайыз қосылып көбейеді. Сөйтіп ай өткен сайын, жыл өткен сайын мөлшері артады. Я, дұрыс айтасың, депозит бұл өз ақшаңды банкке сеніп сақтауға бересің. Яғни банкке сен қарыз берген сияқты боласың. Банк саған берешек болады. Сенің ақшаңды тұтынған үшін саған сыйақы немесе пайыздық мөлшерлеме төлейді. Егер банк аяқ астынан бір жағдай болып қалса, не істейміз? Бізде Қазақстанның депозиттерді кепілдендіру қоры бар. Егер банкке бірдеңе болып лицензиясынан айырылып қалатын болса, қор сенің ақшаңды қайтарылуына кепілдік береді. Оның мынандай ерекшеліктері, яғни шектеулер бар. Депозит теңгемен ашылып, сомасы 10 миллионға дейін, немесе ақш валютасымен 5 миллион долларға дейін жетсе, бірден төлеп береді. Депозиттегі салымдар мерзімді және мерзімсіз болып бөлінеді. Мерзімді депозиттегі қаражатты белгіленген уақыттан бұрын алуға рұқсат берілмейді. Ал мерзімді салымды кез келген кезде толықтырып ала аласыз. Мерзімді депозитте пайыз жоғары қойылады, себебі банк ақшаның өзінде болатынын анық біледі. Банктың басты табысы несие берілген қаржының пайызынан көреді. Сонымен қатар депозитке салынған салымдарды уақытша өзінің пайдасына жаратуында да пайда табады. Бастысы несие алмаған дұрыс, есесіне депозит аш. Өте дұрыс. Сонымен бүгін біз банктың басты қызметін, оның қалай табыс табатынын білдік. Депозит, банктік карточкалар, аударымдар жайында мағлұмат алдыңыздар. Сондай-ақ банктың сейф қызметін ұсынатынынан хабардар болдыңыздар. Онда құнды зергерлік бұйымдардан бастап флешка салынған құжаттар да сақталынады. Оған қоса банк валюта айырбастайды, яғни арнайы валюта айырбастайтын орындар бар. Бірақ олар тек сонымен айналысады, ал банк бірнеше қызмет түрін ұсынады. Валюта айырбастау соның бірі. Банк құнды қағаздар нарығында да жұмыс істейді. Бұл біз туралы бөлек айтатын боламыз. Ол да өте қызық тақырып. Кеңінен ашып айту үшін алда өтетін бір сабағымызды соған арнаймыз. Яғни банк жүйесінің ашылмаған сырлары әлі көп. Оған әлі қанығатын боламыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тест тапсыруды ұмытпаңыздар. Ол бізге алып жатқан білімді бекіту үшін керек екенін естен шығармаңыздар. Келесі дәрісте кездескенше аман болыңыздар. Бәріңізге көп рахмет.